Сізге жәннатта не уәде етілген, соны айтыңызшы маған. Жәннатқа түстіңіз, сізге әйелдерге не беріледі? Еркектерге жарайды, анау хор қыздары бар, басқасы бар. Сізге не беріледі? Не беріледі болғанда жақсылық, былайша айтқан не дейді, Аллаға айткен зікіріңе, жақсы амалдарыңа қарай үй тұрғызылады деп айтылады, сарай тұрғызылады. Ол жерде жақсы көрген адаммен бірге боласың деп айтылады. Жақсы көрген адамыңыз тозаққа кетіп қалсашы? Шықпайды деп кім айтты оны? Шыққанша не күтіп отырасыз ба сол жерде? Срогын өтеп болғанша? Кім айтты сізге оны? Күтіп отырады деп. Білмеймін ғой, енді жақсы көрген адамыңыз тозаққа кетіп қалды, сіз жәннатқа кіріп кеттіңіз, не істейсіз? Сонда. Енді мұсылман болса, ол мен енді кәпірлермен былайша айтқанда, немесе атеистермен енді Аллаға шүкір, жолдасым мұсылман. Бірге болады деп сенемін. Енді болмай қалған жағдайда не істеймін деп ойлайсыз, жалғыз отырасыз ба? Оны Алла шешеді. Енді сіздің жолдасыңызға 70 хор қызын беріп қойса, ол 70 хор қызымен жүрген кезде сіз не істейсіз, қарап отырасыз ба, контроль? Сіз оны оқымаған екенсіз, онда 70 хор қызы беріледі, соның 70 хор қызынан да не дейді, әдемі қызды көрсетеді, ол келіншегі болып шығады. 70 хор қой, енді сол сізге жарайды, сізбен бір күн қалған 70 күнінде 70 хор қызында жүреді, күйеуіңізге қарап отырасыз ба, хор қыздармен қалай болып жатқанын? Мен айтайын, мен күйеу деген ол жерде маңызды болмайды деп ойлаймын. Енді ол жерде қалай маңызды болмайды? Жақсы көрген адамыңыз деп тұр ғой, ол жақта да жақсы көрген. 70 хор қызымен жүрсін. Главное, сен сол жердегі ләззатын біз әлі сезінген де жоқпыз. Оны, тем более оны жасырын ұстайды да, ол жерге барғанда неше түрлі сыйды Алла тағала дайындап қояды. Оны біз білмейміз, көзбен көрмегенбіз. Оны бізге жәннатқа түскеннен кейін неше түрлі сыйы бар, оған сенеміз біз. Хор қыздардың шашын жұлып жүрмесеңіз болды әйтеуір. Жоқ, ол жерде ондай шайтан да болмайды, жаман жолға түсіретін. Жаман жол емес қой. Бұл жерде қызғаныш деген оның барлығы қазіргі таңда бар ғой енді. Шашын жұлатындай дәрежеде оны тек қана енді шайтанның арбауымен жасау мүмкін. Білмеймін. Мұны өмірде екінші әйелін алам десе қазір күйеуіңіз алып бересіз ба? Күйеуіме ма? Алып бермеймін. Екінші әйелден қызғанасыз, ана жақта 70 әйелмен қалай бөлісесіз деймін бе? 70 әйелмен ол жерде маңызды болмайды деп ойлаймын мен енді. Ол жақтағы ең бастысы Алланың алдында жақсы адамдармен бірге жәннаттық болып жүргеннен артық бақыт жоқ деп ойлаймын енді ол жерде. Алдына